Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. 100 адам өлтірген кісінің тәубесі. 100 адам өлтіріп тәубе еткен пенденің хикаясын хадис ретінде талай рет естіген боларсыз. Тақырыбымызға қатысты болғандықтан қысқаша тағы бір қайырып өтейік. Ислам діні келгенге дейінгі көне заманда 99 адамды өлтірген қанды қол қарақшы тәубе етіп қалған өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келеді. Сөйтіп заманының ең білгір дін адамына барып жағдайын айтып 99 адамның қанын мойнына жүктегенін, соған тәубе еткісі келетінін, оның қабыл болып болмайтындығын білгісі келеді. Ғалым адам өлтіру ауыр күнә екендігін алға тартып тәубе жасаған жағдайда да оның қабыл болмайтындығын жеткізеді. Ашуланған қарақшы, ақыры тәубем қабыл болмаса, мені тозақ күтіп тұр екен деп, әлгі дін адамын да өлтіргендердің санын 100-ге жеткізеді. Алайда мазалаған ар-ожданы оны басқа бір дін ғұламасына алып келеді. Болған жағдайды мұқият тыңдаған дін ғұламасы, күнәң қанша жерден ауыр болса да, Алланың рахымы одан да үлкен. Жаратқан мен тәубенің арасына ешкім бөгет бола қалмайды. Шынайы тәубе сөзсіз қабыл болады, дейді. Бірақ ол тұрып жатқан ел қатты бұзылғандықтан, онда жүріп дұрыс жолға түсу қиын екенін ескертеді. Өзгергің келсе, ол елден көш, жақсы адамдар мекендейтін жерге бар, дейді. Қарақшы ғұламаның кеңесіне құлақ түріп, ізгілер еліне қоныс аудару үшін алыс сапарға шығады. Бірақ тағдырдың жазғанына қараңыз, әлгі кісі жарты жолда ажалы жетіп қайтыс болады. Рухы кімге берілетіндігі турасында рақым періштелері мен азап періштелері арасында келіспеушілік туындайды. Рақым періштелері қайтыс болған кісінің Аллаға шынайы тәубе етіп, ізгілікке бет бұрғандығын, ал азап періштелері болса, әлі іс жүзінде ізгілік жасамағандығын алға тартады. Оқиғаға басқа бір періште төрелік етеді. Ол қарақшының бұрынғы елі мен ниет етіп шыққан ізгілер мекенінің қайсысына жақынырақ жерде жан тәсілім еткен болса, сол жаққа лайық екендігіне үкім кесіп төрелік айтады. Нәтижесінде қарақшының жан тәсілім еткен орны ниет етіп шыққан ізгілер мекеніне бір қадам жақын болып шығады. Рухы рахым періштелеріне беріледі. Бұл қиссадан түйетініміз, қарақшы тұрып жатқан жерінде бәлкім бітпейтін соғыс жүріп жатуы немесе кісі өлімі оңай жүзеге асатын басқа бір жағдай болуы мүмкін. Сондықтан ғұлама оның өзгеруіне, бөгет болатын бұзылған елден кетіп, ізгілер мекеніне көшуіне ықпал етті. Олай болса, сен де өзгеру үшін ортаңа, дос-жарандарыңа мән бер.